Бауыржан Момышұлы, Ұшқан ұя, повесть, жалғасы. Қыстың ұзақ кештерінде әкем бізге ертек айтып беретін. Өлең үйретіп, дауыстап кітап оқитын. Шағатай тілінен оқитын болу керек, сөйлемдері боладыр, еладыр, бередүр, үшпу деп келеді екен. Кейбір түсінбеген сөздерімізді әкем ежіктеп отырып мағынасын ұғындырады. Совет үкіметінің алғашқы жылдары біздің өлкемізде бұрқырап тез өте шықты. Қым-қиғаш тартыспен, таптық күреспен, рулық айтыспен, жікшілдікпен, топ ұйымдастырып тор жаюмен, жала жауып жарға итерумен шұғылданған бұрынғы байлар жасырын тұзақ құрып жанталасып бақты. Олар кедей туыстарының тасасында тұрып алып, жаңа өмірге тас атқылады. Адал жандарды аяқтан шалуға ұмтылды. Ауылдағы үстемдікке, болыстыққа, уездегі ықпалға ие болуға қол созды. Әдетте мұндай қым-қиғаш талау сайлаудың алдында басталушы. Байлардың мүддесін қорғап, соның сойылын соққандар мұндай тартыстарды лезде өз пайдасына жаратып, қарапайым еңбеккер халықтың назарын негізгі нысанадан ауытқытып жіберуге тырысты. Бұл сияқты жікшілдіктің салдарынан ауыл арасының бірлігі шытынай берген еді. Елге уәкіл келгіштеп алды. Олар жаңа тәртіптің, жаңа нұсқаның мәнін, кедейлердің правосы жайлы жиналыстарда түсіндірді. Мұндай уәкілдердің көп келетіні сонша, тіптен ел олардың аты жөнінде білуге үлгермейтін. Сондықтан өздерінше ат қойып айдар тағып алады. Уәкілдің түр-тұрпатына, жүріс-тұрысына, мінез-құлқына, ақыл-ойына қарай әрқайсысы өзіне лайық атқа ие болады. Дударбас шаш қойғанын шашты уәкіл, тақырейіп қырмасақалысын көкиегі уәкіл, шошайма бас киім кигенін молда торғай, тағы бірін жау тымақ уәкіл деп атайтын. Енді бір уәкіл әрбір сөзін боевой приказ деп айта берген соң, оны боевой приказ деп атаған есімде. Тағы бір уәкіл астына ат мінсе, қара сорпа етіп қамшылайтын да жүретін. Мұны көрген ел уәкілді ат соры деп атап кетті. Келген өкілдігінің мән-жайына, жөн жобасына қарай қойылған аттар қаншымайды. Жер уәкілі, су уәкілі, салық уәкілі, ағарту уәкілі, сайлаушы уәкілі, айдаушы уәкілі дегендердің бәрі де біздің ауылға атызын салғандар. Уәкілдер неге екені белгісіз тез ауысушы еді. Ел мұны әр саққа жүгіртіп жүрді. Менің бала қиялым соның бәрін егжей-тегжей байыптай бермейтін. Әкем бұл кезде 60 талқындап қалған еді. Сондықтан ауылдағы қызу өмірге белсене араласа алған жоқ. Оның есесіне көкем үй бетін көрмейтін болды. Жиналыс атауының бәріне қатысып, сайланбаған қызметі қалмады. Сондықтан елуліктің, жүздіктің арасынан делегат боп сайланды. Ауыл советтің төрағасы да болып, қосшы одағының бастығы да болып, бір рет болыстық қосшы одағы бастығының орынбасарына сайланғаны да бар. Дегенмен қанша талпынып, қанша құлшынғанымен көкем әйгілі адам бола алмады. Сайлау сайын көтерілудің орнына қызметінен зырғып түсіп жатады. Бұған кінәлі оның қабілетінің аздығы емес еді. Көкем ауылдағы жікшілдердің жемі боп қала беретін. Серкебай нағашым көкеме кездескен сайын қыжғырып, өз орын үшін таласа алмаған ынжықсың. Нағашы бабаң Текебай биге тартпай түп сүйегіңді қорлап жүрсің. Соның бәрі Құраннан безіп, құлдық етуді ұмытқанының кесірі деп кейіп отырады. Ел жақсылары қара тізімге ілігіп жүргенде, 6 ай қызметке ақмақ торғай да шыдайды деп келмеждеуші еді нағашым. Міне мен жарықтық, әкем Текебай бидің аруағына таңба түсірмей, әлі күнге дейін Серкебай би атанып жүрген жоқ па деп қамшысымен жер сабалайды. Ал сен күшік болсаң, мас кісідей әр қызметтен бір құлаумен келесің. Намыстанып өлетін болдық қой түге. Көкем ақталмақ боп, жаңа тәртіп жайлы түсіндіре бастайды. Сондайда, тауыққа жұмыртқасы ақыл үйрететін болған ба деп кекететін Серкебай нағашым. Есердің естіге жөн үйреткені ме шынымен? Нағашым-ау, сіздің шалқыған дәуреніңіз өтіп барады ғой. Ендігі өмір талабы өзгешелеу. Сен не деп отырсың елін жық деп Серкебай көкемнің кеудесін қамшысымен нұқиды. Қалай деп көкейсің шіріп? Не дедің сен? Түкке дегенім жоқ, жай аузымнан шығып кетті деп міңгірледі көкем. Үлкеннің бетінен алған сағын көрсетермін мен, деп нағашым бұлқан-талқан болады. Кіммен бәсекелесетініңді тапқан екенсің? Қотыр бұзаудай арқандап қоюға әлі шамам келеді. Көкем арқасын қамшы осып кетпесін деп үнсіз отыра береді. Оңтайлы сәті келгенде осынау адуынды шалдан аулақ жүруге тырысып, сыртқа зып беріп шығып кетеді. Шал оның соңынан біраз ұрысып бұрқылдап отырады. Япыр-ау, заман не боп барады? Әлдилеген балаң әдептен асып арпалыса бастаса, жақсы адам бола ма деп үміттенген адамың өзіңмен жағаласса не дерсің?
Әттең, мына тасыраңдаған жаман неме өз сүйегім ғой, әйтпесе аяқ қолын керіп тұрып көкпар етер еді. Сонан соң қабағын тұнжыратып, сақалының ұшын шайнап, біраз үнсіз отырады да әжеме тиіседі. Мұндай әумесер жиынды несіне тудың, әпке? О не дегенің, қарағым, деп әжем абыржи қалады. Алланың бергені осы болса, амалың қанша? Иә, өз қолыңды өзің кесе алмайсың. Әйтпесе ғой, әйтпесе. Мына өңшең шолақ белсенділер-ақ титығыма тиіп болып, деп ашуланады Серкебай. Ең ақыры өз жиенің бетің бар, жүзің бар демей, сіздің дәуіріңіз өткен деп былжырайды. Бұл қартайғанда естер сөзім бе еді? Сен енді, Серкешжан, балаға кешірімді бола ғой, байқамай айтып қалған шығар, деп әжем бәсеңімен күбірледі. Байқамай қалған шығар, қайдағы байқамай? Эх, деп Серкебай кекесімен күлді. Мен оған байқамағанды көрсетермін. Мен есірген белсенділерді итке тастайтын сүйекке таластырармын әлі. Аш қасқырдай арсылдатып қоярмын. О не дегенің, Серкеш? Өз адамдарың емес пе, деп шошып кетті әжем. Әй, есек, деп айқайлайды Серкебай. Үйге кір, көкем сонда ғана қайтып оралады. Аяғыма жығылып кешірім сұра, деп бұйырады шал. Көкем не істерін білмей дағдарып тұрып қалды. Мұнтаяу, оның не, кешірім сұрай ғой, жас үлкен нағашым ғой, деп араға әжем түседі. Көкем өжеттігін қойып тізе бөгеді. Серкебай нағашымды ашуын лақ еткізіп төге салып, көкемнің тентектігін лезде кешіреді. Біздің үйдегі тап тартысының таңбасы осылай есімде қалып қойыпты. Ал ел арасындағы таптық күресті мен жол жөнекей баяндап, өзімнің өмірге араласқан сәттеріме орай айтармын. Ауылдың қоғамдық жағдайы, ел ішінің өресі қандай болғанын, өзімнің де өсу өреме сәйкес әңгімелерімін әзірше асықпай ақ қоялық. Әйелдер теңдігі, қалың мал жойылады, қыздар сүйген жігітіне шығады. Революция жылдарында әйел теңдігі жөнінде алғаш естіген сөздерім осындай. Бұл сөз көп адамды ойландырса, көп адамның көңілінде күдікте тудырады. Әйелдер не де болса бір жақсылықтың нышанын іштей ұққандай үнсіз қуанып еді. Әлденені асыға күтіп, тағатсыз толғанысқа түскен жайлары бар сияқты. Әжем ғана бұл сөзге құлақ аса қойған жоқ. Атам заманнан қалыптасқан, сүйекке сіңіп сірі болған әдет лезде сеңдей бұзылып жүре бер дегенді біртүрлі ұғымына сыйдыра алмайтын сияқты. Бұл ойын бізге де білдіріп қояды. Қалың мал деген ата-бабамыздың салып кеткен жолы ғой, қашаннан қалыптасқан кәдеміз емес пе? Менің шешеме де қалың мал төлеген, маған да қалың мал төледі. Қыздарымның қалың малын алып құтторына қондырғанмын, ұлдарыма қалың мал төлеп келін түсіргем. Енді немерелерім қалың малсыз-ақ жөндерін табады деген несі екен? Бұл осылайша күңкілдеп қояды. Қалың малсыз өзге босаған аттаған қызда қандай қасиет бар дейсіз? Құны жоқ қызды кім сыйламақ? Ондай қызды байлары тегін алып тегін қуып жібермей ме? Өз аяғымен келіп, өз аяғымен кетті деген сөз болмай ма? Қалың мал алмадым дегенше жасау жасалмайды, той өтпейді десеңші. Оның не қасиеті қалар дейсің, деп өз-өзінен бұрқылдайды. Жоқ, олай бола қоймас. Мен тірі тұрғанда қалыңсыз қыз бермеспін. Менің жолыммен, менің жөніммен жүресіңдер, ал мен өлген соң не істесеңдер де еріктерім. Салалы, тарашта көрген 8 бұрымы иығына төгілген апаларым түкке түсінбей әжеме аңтарыла қарайтын. Әжемнің қатулы жүзі, түнерген қабағы, зілді дауысы олардың нәзік жанын қалтыратып, өздерін абыржытып тастаушы. Осынау сәби сезімнің қайғысына масаттанғандай, мен орнымнан ұшып тұрдым да әжеме тіл қаттым. Ал мен қалай үйлендірмексің? Әжем күліп алып. Алдымен мына шүйкебастарға құда түскендерден қалың мал алайын. Қабырғамызға шыр байлап әлденіп алайықшы. Сонан соң іздеп жүріп, сұлу қалың қып тауып берем. Қалың малын да аямай төлеп, өзіңді де аяқтандырамын. Сонан соң үй болып деген осы. Өз отауың бар. Томпаңдаған келінімді жұмсап қойып, жылы жұмсағын жеп, ізетін көріп, көсіліп отырмаймын ба? Деп мейірлене күліп сөзін жалғастырды. Тек Тәңірім соған жеткізсін. Сол қуанышты кезге дейін тірі жүрсем деп тілеймін Тәңірімнен. Әжем күрсініп қойды. Қиялы әлдеқайда жетелеп кеткендей, өз сезіміне кенеліп отырған сияқты. Апаларым мен жаққа ала көзбен қарап, жауығып алғандай. Өйткені әжем мен үшін, менің болашақ кербез келіншегім үшін оларды қосақтап күйеуге беретіндей көрді. Мен болсам оларды табалаған жанармен тапап тастағандай, маңғазданып киіз үйден шықтым да ойнау үшін әуіт жаққа жүгіре жөнелдім. Күн ашық еді. Асқар таудың алып бейнелері айнадай таза судың түбінен көрініп тұр. Балшық илеп балалы бойынға беріліп кеткен екем. Кенет әлдебіреу өзім илеген балшығыммен өзімді төпеп, үсті басыма жағып, бас көзге қарамай жұмарлап, кез келген жеріме соққылап есімді кетірді. Не болғанымды білмей шыңғырып жібердім. Байқасам, әрі ерке,
әрі өжет, әрі намысқой, менен 2 жасы үлкен ортанша апам Әлиман екен. Мен болдамып қуа жөнелдім. Кесекпен атқылап келем. Әлиман көйлегінің етегі далбаңдап безіп барады. Сол күйі үй төбесіне шығып, жиылу тұрған пішенге жасырынды. Сонда отырып мені мазақтайды. Масқарай, албастыдай сауым-сауым, кір қожалық, құбыжық құсқынын қарай көр. Көзінен сорасы ағып тұр. Тағы сұлу қызға үйленем дейді-ау. Сонан соң пішен төбесінде жатқан жартықышты ұстап түсті. Кеудесін менмен сетіп көтеріп, есі болса, бірде-бір сұлу қыз саған тие қоймас деді. Әжем айтып сазайың тартқызармын. Сенің өзі ақсақ, көзі көр, тісі кетік, мұрны пұшық, кемек, бастас, сүмелек біреуге бергізермін деп, дүниедегі ұсқынсыз нәрсенің бәрін асығып сүгіп санап жатыр. Шыдай алмаған апам, ондайыңа бара қоймаспын, басыңа шайнап жақ деп қолындағы кесегін маған қарай атып жіберді. Мен бұғып қалдым да шегіншектей бердім. Апам маған тигізе алмағанына ызаланып, жұдырықты жаудырып жіберді. Қалай қарсыласарымды да білмей жанталасып жатырмын. Бұйығы әйел қауымымен алғаш рет осылай қақтығысып едім. Тұңғыш рет ортанша апам өз ожданын қорғау үшін мен сияқты қалың мал иесімен ашық айқасқа шыққанын көріп едім. Әжемнің айтқаны болып, менің әпкелерімнің бәрі әже жолымен ұзатылып, қалың малға сатылды. Үбиян жастайынан шегір руынан Жарылқап байдың Мамыт деген баласына атастырылған екен. Олардың елі Шақпақ тауының етегінде еді. Жарылқаптың біздің Нығмет әулетіне жақындығы да бар көрінеді. Қыз беріп қыз алысып отырған екі ел сүйек жаңғыртпақ болып, Үбиян мен Мамытты атастырса керек. Жұт кезінде Жарылқаптар мал-мүліктен жұрдай болып, қаратаяқ кедейлерге теңескен екен. Содан көп ұзамай әкесі мен шешесі дүние салыпты да, Мамыт пен кіші інісі Нығмет байдың Сайлаубай деген үлкен баласының қолына кетті. Мамыттың інісі менімен құрдас еді. Нығмет ұрпағы екі анадан тарағандықтан бас қосып екі топ болып аталатын. Бәйбішенің балалары Қара кемпірдің ұрпағы, Тоқалдан туғандар Ақ кемпірдің немесе Анаргүл кемпірдің балалары деп бөлінуші. Нығмет біткендер тумысынан кекеш, сақал тілді келетін. Мамыт солардың қолында жалшылық етті де інісі байдың қозысын бақты. Нығметтерді мен біздің жайлауға көшіп келген жаздан бастап білемін. Ел басына ауыртпалық түсіп, арып ашқан кезде Нығметтіктер ауылға жоламай алшақ жүруші. Енді еңсеміз көтеріле бастағанда қайтадан іргелес бола қалып бастапты. Байдың малы егінге, шабындыққа қырғидай тиіп берекемізді ала берді. Алайда баяғыдан бай тізесі батып қалған кедейлер бұл басынуға бас көтере алған жоқ. Сырттай жек көріп, алыстан айбат шегумен шектеліп жүр. Әсіресе байдың шалық мінез есуастау кемпірі Анаргүл шайпау еді. Ол етек жеңі елбе-делбе болып, өрістегі мал соңынан қалмайтын. Балаларынан бастап көрінген кісінің бәрін қарғап сілеп шаңытып бара жатқан. Өзім ортасында жүрмесем малымды біреулер талап алады деп табаны жерге тимейді. Кеш батса түні бойы көз ілмей, қиқулап қораны айналып жүріп алады. Өз басым ол кісінің жайласып отырғанын көрмеппін. Әрдайым желе жортып бара жатады. Ауыл адамдары Анаргүлден аулақ жүруге тырысушы еді. Егер абайсызда ұшырасып қалсаң, бір балағат сөз естімей құтылмайсың. Елді басынғаны сонша, ол қора-қора қойларды егіндіктің үстінен айдап өтуден де тайынбайтын. Балалары оған қой деп тоқтау айтып көрген емес. Осыған орай өздері де шетінен сараң, құнама қор. Қыруар айран ашып, күбі-күбі қымыз қыжынап кетсе де, не өздеріне қимай, не жұртқа қимай отыра беретін. Ауыл адамдары байдың басынған қылығына ашық қарсы шыға алмайтын. Сондықтан алыстан жамандық шақырып, ырымшыл байдың кеудесіне үрей ұялатуға тырысатын. Ай қисайды, жұлдыз орнынан ауып бұлт керуені бүлінді. Демек бір жамандық жақын дейтін олар кемпірге. Сондықтан малға жұт келеме, әлде тоқалаң тиеме, әйтеуір бір опат болатыны хақ дегенді айтатын. Кемпірдің суқаны қашып, әркімнен амал сұрап, бәледен құтылуға тырысады. Құдай-ай, сұмдығыңнан сақтай көр, оған не амал табамын дейтін. Сонда өзгелері, мұның бәрі дихан атаның қарғысына ұшырағаннан, егінді таптап, шөпті рәсуа еткен малға Алла тағала жаппай жамандық әкеледі. Бұдан аман құтылу үшін егінді таптаған қой мен сиырдың екі сауын сүтін елге таратып берген жөн. Сөйтіп сауабын алмаса, ел қарғыс атады деп шошытады екен. Сараң кемпір бұған көнсін бе? Сондықтан жұрт өзге бір оқиға ойлап табуға кірісетін. Әйткенмен есі дерті байлығынан айырылып қалмауға ауған кемпір 2-3 күн егіндікке жоламай, малды ойқастай қайырып жүруші. Сонан соң баяғы тас қалпына қайта түседі. Ауылдың Жамақ деген адамы бар еді. Қылжақбас, жұртты әзілмен жазалауға жақын жүретін кісі болады. Жас ет аңсап, қалайда тіске басар табу керек деп ойлапты да,
бір күні қулық істепті. Асқабақтан бүркеншек бас киім жасапты да көзі көретін, дем алатын, тілі шығатын тесік ойды. Сонан соң ескі тонды теріс айналдырып киеді де әр жеріне сылдырмақ қоңырау іледі. Сөйтіп осынау албастай кейпімен бейіт арасына барып жасырынып жатады. Мезгіл бесін кезі болса керек, Анаргүлдің ұлы Дәулет түйе мініп диірменнен келе жатады. Дәулет бейіт маңнан өте бергенде жамақ жалбыр тонын сүйретіп, қоңырауын жаңғыртып, даусын дарылдатып шыққан екен. Дәулеттің қорыққаны сонша ес-түссіз түйеден құлап түсіпті. Жамақ жанына келеді де жағасынан алып бірнеше рет сілкілейді. Дәулет есін жия бастағанда күңгірлеп үнмен зекіп сөйлейді. Мен де тілеулеріңді тілеп, әулеттерімнің әулетті болуына ақ батамды арнап жүрген әруақтарымның бірі едім. Бірақ сендер байыған сайын бізді ұмытып барасыңдар. Әруаққа атайтын жанды құдайларың кеміді. Біз ашығудамыз. Бүйтіп сараңдана берсеңдер сендерді аруақ атады. Біз сендерді қарғаймыз, малдарыңды арбаймыз, жандарыңды жалмаймыз. Төбелеріңе құйын ойнатып, шаңырақтарыңды жерге түсіреміз. Ауыздарыңды асқа жеткізбей, көздеріңді жастан кеткізбей, қаңғыртып жібереміз. Осыдан үйіңе барған соң, анау кірінен безген атанаң мен ағайындарыңа айт, әруаққа атап 5 мал құдай берсін. Құран оқытып, ауылдың тайлы тұяғына дейін тегіс шақырып етін таратсын. Әйтпесе ажалдарың да бізден, азаптарың да бізден. Осыны айтып жамақ зып беріп кетіп қалады да, Дәулет күн батқанда сүйегін әрең сүйретіп үйіне келеді. Өңі құп-қу, қан сөлсіз қалжыратып тұр. Тісі тісіне тимей қалшылдайды. Жағы қарысқандай жарытып сөзде айта алар емес. Ақыры бейіт арасынан әруаққа кездескенін әрең жеткізіпті. Жаман сөз жатсын ба, ауылдың өсекші әйелдері естігендеріне май құйып маздатып елге жая береді. Содан құдайға мал сойылып, талай күн ел жиылып ет жесіседі. Әрине орталарында жамақта жүреді. Бір күні ол мас болып отырып, өз-өзін әшкерелеп алыпты. Кейін жамақтың әке-шешесі дүние салған соң, балалары байға жақпай жалшы болып еді. Анаргүлдің сол балаларға көрсеткен бір қорлығы әсіресе әлі күнге дейін көз алдынан кетпейді. Жарылқасын жалшы балалардың ішіндегі ең кішісі болатын. Қозы соңында тірсектері соғылып, кеудесін әрең сүйретіп жүруші. Жартып тамақ ішпей, жайғасып ұйықтамай, зар қағып жүрген бала қайсыбір оңушы еді. Әйтеуір соны көргенде аяныштан жүрегім сыздап кететін. Мойылдай қара көзі жайнап тұрады. Қасына келсең, иісі көктатып, еріндер жапырақ түссес жасылданып жүретін. Бірде ойын балалары Анаргүлдің сұмдық қатыгездігіне тап болды. Ол өзге қозылардан қалып қойған бір қозыны көтеріп алып, Жарылқасынды қарғап сілеп барады екен. Жарылқасынға жетісімен таяқпен сабай бастады. Бұл жетімек көзіңе шел бітті ме? Осы қозымен ұшықтап жіберейін бе? Өлгі сұраусыз сүмелектеп бажылдайды. Байғұс бала құтылмақ болып тырманып жатыр. Бірақ Анаргүл жібермейді. Баланың тақыр басына таяқпен ұрған сайын ісіп шығады. Осылайша бас терісі түгелдей бұлтықтанып, Жарылқасын шыр-шыр етіп жалбарына. Апатай, айналайын апажан аяңызшы, өлдім-ау дейді үн әлсіреп. Бірақ құтырынып алған долы кемпір баланы тулақша сүйретіп ескі құдыққа алып келді. Сен жүгірмекті құдық ішіндегі құрт құмырсқаның жем етейін дейді Анаргүл шабылғанып. Жарылқасынның қорыққаны сонша тіптен үні өшіп қалды. Кемпір қаршадай баланың сирағынан ұстады да құдық аузынан төмен салбыратып тұр. Біз де шыргөбелек айналып дәрменсіз жүрміз. Жарылқасын қыр-қыр етіп тырманып, жан дәрмен далбасамен құдықтың қабырғаларынан таяныш іздейді. Тырналай алақаны мен тырнағынан қан ағыпты. Кемпір сонда да рахымы түсер емес. Біресе көтеріп, біресе құдыққа қайта сүңгітіп, баланы әлі сілкілеп тұр. Жарылқасын болса енді қармануға да шамасы келмей, есінен тана бастады. Былқ-сылқ етіп, оқта-текте қорқыраған дауыс шығады. Біз шыдай алмай шұрқырап жылай беріппіз. Кемпір онымызды елеген де жоқ. Қимылсыз салбырап қалған баланы көтеріп алды да жерге зірк еткізіп тастай салды. Өзі жемтікке төнген құзғындай торуылдап, баланың қимылын бағып отыр. Әлден соң барып Жарылқасын есі кіргенде, кемпір оны дедектетіп ауылға қарай сүйрей жөнелді. Біз жасымызды тия алмай, соңдарынан қарадық та тұрдық. Ойынымыз жайына қалды. Көз алдымыздан Жарылқасынның боп-боз боп қалып жатқан кейпі кетер емес. Кешке бұл көргенімізді әкем айтты. Әкем түнерген күйі үнсіз киініп те Нығметтің үйіне бет алды. Әкем барғанда Жарылқасын үйдің іргесінде сандырақтап жатыр екен. Алақанына салып көтеріп әкеліп, аузына сүт тамызып еді, Жарылқасын құса берді. Әкемнің түсі түтеп кетті. Балам төсекке жатқызды да іргенің кезін тұрып қойды. Байғұс баланы мазаламаңдар деді де өз тысқа шығып кетті. Жарылқасын қыбырсыз жатыр. Финала демалған сонша кеудесі қыр-қыр етеді. Кейде әлденен айтып қатты бақырып жібереді. Еріндері қансыз бозарып,
Емсеміз шыбырлайды. Біз демімізді ішке тартып, орнымызда отырған күйі жарылқасыннан көз алар емеспіз. Әкем даладан дәр шөп теріп әкепті. Сол шөптерді қайнатып, суын тұндырып алып та, суыған соң баланың аузына қасықтап құйды. Әпкелерім жарылқасынның маңдайына су шүберек тамып қойды. Оның қызуы көтерілген сонша шекесіне тамған орамал кебе берді. Күні бойы кірпік қақпай, әл үстіндегі жарылқасынды күзетіп отыр. Таң ата, тек таң алдында ғана бала көзін ашып, төңірегіне қарады. Қайда жатқанын аңғара алмай баж ете түсті. Әкем маңдайынан сипап, еркелете тіл қатты. Жұбатып отыр. Қорықпа қарағым, қорықпа дейді. Өз терісі айнала беріп, кемпірге сырттай кішіне ашуланды. Алжыған қақпастың айуандығын қарашы. Әкем жарылқасынды алдына отырғызып, дәр шөптің суынан ішкізді. Сонан соң жуындырып алды. Жарылқасын қайтадан безгек тигендей қалшылдап кеткен соң, сүт беріп төсекке қайта жатқызды. Бұл кезде күн шығып қалған еді. Жарылқасын тынышталып ұйықтап кетті. Бәріміз де қуанып, көз шырымын алуға қисая-қисая кетіппіз. Осылайша жарылқасын бір жұма төсекте жатып айыға бастады. Алайда шошынған сонша тіптен есі ауған жандай елермелерін жүрді. Біз қолымыздан келген бар жақсылығымызды аямаушы едік. Анаргүл бүкіл ауылда әкемнен ғана именетін. Әкемнің молдалығы бар, құран біледі деп қорқады екен. Тіптен жас кезінде оқыған бала деп атын тергейтін болды. Содан ба әйтеуір ол жарылқасынды іздеп келмеді. Бір күндері Анаргүлдің баласы Сайлаубай келді. Әкемнің бетіне қарай алмай міңгірлеп кешірім сұрады да жарылқасынды алып кетпек болды. Сонда әкем қатты ашуланып былай деп еді: мұның әкесі сенен де бай, сенен де басалқалы еді. Сенің де Жарылқасынның әкесі сияқты жұртқа кездеспесіңді қайдан білдің? Жарылқасын сияқты сенің балаларың да панасыз қалмасын қайдан білдің? Сенің есуас шешеңнің таяғынан өліп кетсе, бүкіл шегір ел болып келіп, ер құнын даулар еді. Сонда күнің бір уыс болмас па, Сайлаубай? Әкем тағы да көптеген аталы сөз айтты да, сөз соңын Анаргүлге бұрды. Ал сенің шешеңмен өзім көзбе-көз сөйлесемін. Бейшара Жарылқасын үйден шығып бара жатып, бізге жалтақтай берді. Сайлаубай оның дарға апара жатқандай амалсыз ілесті. Анаргүлмен әкем айтқандай жеке сөйлесті. Содан біршама уақыт кемпір тыныш жүрді де қайтадан баяғы таз қалпына түсті. Менің Үбиян әпкем сол Жарылқасынның ағасымен атастырылған екен. Өзінің болашақ өмірлік жолдасын ауылда алғаш көргеннен-ақ Үбиян жақтырмапты. Екеуі бір-бірінен қалау таппай алшақтай беріпті. Әкем ертеде берген уәдесін бұзбай, алысқан батадан аттағысы келмей, көпке дейін қызының қарсылығын құлағына да ілген жоқ. Осылай 3 жыл жүрді. Алайда әжем немересінің күн сайын солғындап, уайымшыл болып бара жатқанын көріп, әкемді алғашқы шешіммен қайтарды. Бұл туралы мамыққа ескертіп, әкем бұрынғы алған қалыңмалын қайтарған. Байтамар руындағы ең сыйлы адамның бірі, атақты да қадірменді, ықпалы мол, әл ауқаты мығым Нұрбай деген кісінің Зәпира атты сұлу қызының ауылымызға алғаш келгенін ұмыта алмаспын. Оның үй ішінің бәрі таңдап тапқандай, бір-біріне сақадай сай, бірінен бірі өткен жақсы адамдар екен.